Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте керемет әрі тез уақытта дайын болатын бұрын соңды сіз жеп көрмеген етті бәліштің жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше пирогымызды жасап бастайтын боламыз. Тестамызды дайындау үшін бізге қажет болады суда қайнатылған картошка, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Және де татымына қарай тұзын қосамыз. Жақсылап езіп аламыз. Картошкамыз езілу керек. Неке картошкамызды езіп алдым. Ешқандай да түйіршік қалып кетпеу керек. Енді осының үстіне ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Осындай қоймалжың тестінен масса шығу керек. Ал бисмилля деп аз-аздан ұнымызды қосып отырып, қамыр илейміз. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Теста өте нәзік, жұмыс жасауға ыңғайлы, осындай бір қалыпты жұмсақ нәзік теста шығу керек. Енді бұл тестамызды тындырып қоямыз. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына бізге тартылған ет қажет болады, бір сарымсақ және де 2 жуа қажет болады. Алдымен жуамызды майдалап турап аламыз. Чеснокты да майдалап турайтын боламыз. Ал енді тартылған фаршымызды газда бір қуырып алатын боламыз. Сковородкамызды отқа қойып, менде фарш майлы болғандықтан ешқандай майсыз қуырамын. Егер фарштарыңыз құрғақ болатын болса, міндетті түрде аздаған майда қуырып алсаңыздар болады. Менде фаршым өте қатты майлы болып тұр, сондықтан май қоспаймын. Осылай фаршымызды жақсылап қуырамыз. Фаршымыз осылай қуырылады, суы бөлінеді. Суы тартылғаннан кейін бетіне татымына қарай тұз, бұршын қосатын боламыз. Бізде уже су тартылып жатыр. Енді үстіне туралған сарымсақпен жуамызды қосамыз. Және де татымына қарай тұз, бұршын қосамыз. Басқа артық дәмдеуішті қосуды қажет етпейді. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Мінекей біздің уже салмамыз дайын болды. Енді бұл салмамыз суытын уақытта біз бетіне құятын начинкамызды дайындаймыз. Бұл фаршымыз біздің оға дейін суып дайын тұрады. Заливкасын дайындау үшін бізге қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа қажет болады, томат пастасы, сүт және де қаймақ қажет болады. Қаймақ 20%-тен жоғары болу керек. Және де татымына қарай тұз, бұршын қосамыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз, біріктіріп. Жұмыртқа категориясына қарай, егер кішілеу болатын болса, үшеу қосасыздар, егер категориясы үлкен
отборный болатын болса, 2 жұмыртқа қосасыздар. Мен отборный жұмыртқа қолданып отырмын, сондықтан 2 қостым. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне қаймағымызды қосамыз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Енді үстіне томат пастасын қосамыз. Менде қатырылған томат пастасы және де татымына қарай тұзымызды, аздап бұрышымызды қосатын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Мінекей. Енді бұны шетке алып қойып, енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды арнайы пергамент төселген формамызға жаямыз. Оқтаудың көмегімен немесе қолмен жайып шықсақ болады. Қамыр өте нәзік. Қолмен жайсаңыздар да болады. Осылай шетіне апарып, бортиктарын шығарамыз. Мінекей. Осылай, одан кейін жоғары қарай көтереміз осылай. Біздің уже қамырымыз дайын болды. Жақсылап оны формаға жайғастырып алдық. Бортиктарын да шығардық. Шет-шетін бәріне бірдей етіп. Асты да, жан жағы да бірдей қалыңдықта болу керек. Енді үстіне начинкаларымызды салатын боламыз. Бірінші қуырылған, тартылған етімізді саламыз. Барынша суын, яғни соғын салмауға тырысыңыздар. Құрғақтай еті түскені дұрыс. Барлық бөлігіне осылай жайғастырып шығамыз. Енді үстіне дайындаған заливкамызды құятын боламыз. Қызып тұрған алдын ала пешімізді қыздыртып аламыз. Қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіреміз. Пісуге бір 5-10 минут қалған кезде бетіне сыр қоссаңыздар да болады, теркадан өткізіп. Қоспасаңыздар да өте керемет пирог болып шығады. Мен бетіне аздаған 100 граммдай сырды теркадан өткізіп қосып жіберетін боламын. Мінекей, менің етті пирогым дайын болды. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Сіздерге кесіп көрсетейін. Ауызашарға жасасаңыздар, өте керемет болады. Теркадан бетіне сыр қостым мен. Сіздер де теркадан сыр қосып жасасаңыздар болады, немесе қосу міндетті емес. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырып кететін боламын, қараңыздар.
өте сочный болып тұр. Ал бисмиллахиррахманиррахим, дәмін көрейік. Ал бізге ас болсын, сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжанар.